Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мұрат. Біз бөдене шаруашылығын бастап көріп жатырмыз. Ең басында біз 200 жұмыртқа салып бастадық. Енді сол 200 жұмыртқаның қалай шығып, қандай шаруа жасағанымыз туралы біраз айтып өтейін. Ең басында біз ең бірінші осындай инкубатор алдық. 200 жұмыртқаға арналған, матрица Дели дейтін 200 жұмыртқаға арналған. Өзінің бұның арнайы су құятын бутылкасы бар. Бұл суын бақылауға өте ыңғайлы. Және ішінде қалыпқа арнайы салынады. Бұл қалыбы автоматты түрде 2 сағат сайын айналып тұрады. Сыртында градуснегі және мына жерде влажность көрініп тұрады. Бастапқы уақытта 55% влажность болса, сосын жұмыртқаны жарып шығатын уақытта таман влажность көтереміз. Өте ыңғайлы, инструкциясы барлығы бар. Және бұл жұмыртқасы 16 күннен кейін 17-ші күні таңертең жарып шықты. Бұл біздің бірінші шығарған балапандарымыз. Бұл жерде қазір 130 бас бар. Бұның 200 салған жұмыртқамыздың ішінен 50 жұмыртқасы неоплодный болды. Және тағы да минусқа кеткен, 10 шақтысы тағы да минусқа кетті. Сонымен қазір осында қалғаны 15 шақтысы минусқа кетті. Сонымен осында қазір қалғаны 130 бас балапан қалды. Бұларға арнайы старт рост деген арнайы өзінің кормын беріп жатырмыз қазір. Қазір бұл балапандарға 6 күндік балапан болды. Және бұл инкубаторға салған күннен бастап мынандай кесте жасап қойдық. Күнделікті жасаған жұмыстарымызды тексердік. Тексерген уақыттарымызды шаруа жасадық. Соның барлығын осы журналға жазып отырдық. Күнделікті сағаты мен уақытысымен 27-сінде салған болсақ, бұл 27 октябрьде салдық. Бұл шықты. 12-сі күні түнде, яғни 13-ші күні понедельник, 13-ші күні таңғы сағат 1-ден бастап шықты. Осының бәрін жазып отырдық. Негізі 17-18 күнде толық шығып біту керек. Біздікі 16-ші күні бітіп, 17-ші күні шыққанда уже толық шықты. Осының журналында арнап бәрін жазып отырдық. Енді біз қазір екінші партия салып қойдық. Енді екінші партияның журналын бастадық. Оғанда мына кесте жазып қойдық. Күнделікті жасап жатқан жұмыстарымызды жазып отырамыз. Одан бөлек тағы да екінші журналымыз бар. Оған о бастан инкубатордан бастап алған заттарымыздың шығыны, қандай шығындар кетті, қандай заттар алу керек, одан басқа не алу керек, қалай жасалу керек, клеткалар қалай жасалу керек, инкубатор, брудерлер қалай жасалу керек, соған қандай материалдар керек, сондайлар жазып отырдық. Және тағы ең бір керек зат бізге мынандай бірінші күннен бастап, инкубаторға салғаннан бастап, бірінші күннен бастап не жасау керек, осының кестесін жазып алдық, шығарып. Қандай температурада, қандай влажностьта болу керек, қай уақытта қандай не шаруа жасау керек, осының бәрін шығарып алдық. Енді өзімізге зерттеу үшін, керек үшін осындай қағаздың шығарып алдық, қандай порода, қандай жұмыртқа бағытында, ет бағытында деген сияқты осындай. Қазір бізде салынып жатқан тек қана манжур мен Техас 2 порода ғана салынып жатқан. Бұлар енді етті және жұмыртқа бағытында. Ал енді бұдан басқа да жұмыртқадан бастап өсіп
бөтененің өсіп қайтадан жұмысқа берген уақытысына дейін толық видеолар түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қандай да ақыл кеңестеріңіз болса астына комментарийға жазыңыздар. Немесе сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Рахмет.